Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жөтелді басып, қақырықты жібітетін және де антибиотиксіз, дәрісіз үй жағдайында 4 түрлі әдіспен емделу жолын көрсететін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең бірінші әдісіміз сүтті ысытып, қайнатып аламыз және де осындай кружкамызға, бокалымызға құйып, жарты шай қасық сары май салып, жақсылап ертіп, араластырып аламыз. Үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, тағы да араластырамыз. Ас содасын салған соң кішкене реакция болып, сүттің көлемі ұлғаяды. Енді таза балды бір шай қасық қостым. Егер тәттірек болғанын қаламасаңыз, жарты шай қасық бал қоссаңыздар жеткілікті. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып, тек қана сары уызын салып, тағы да араластырасыздар. Дәл осы әдіспен таң азанмен аш қарынға ішетін болсаңыздар, 3-4 күн сіздердің жаңа жөтеліңізді қайтаратын болады. Келесі, бұл үшінші әдісіміз, ыстық қайнаған суға бір шай қасық тұзымызды және де бір шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз және де 3-4 тамшы йодты құятын боламыз. Осы йодты тамызғаннан кейін жақсылап араластырып, кішкене осы ыстық суымыз сәл жылылау кезінде тамақты күніне 3-4 рет шаясыздар. Осы кезде сіздердің тамақтарыңыз, жаңағы жөтеліңіз, тамақтың қышуын қайтаратын болады. Өзім осы әдісті үнемі қолданамын және де маған өте жаңа көмегін береді. 5 жасқа дейінгі бала аузының тамағын шайқай алмағандықтан осындай бинттің көмегімен қолыңызға орап тамағын обработка жасасаңыз болады. Келесі үшінші әдіс, қойдың құйрық майынан жақпа май жасайтын боламыз. Ол үшін қойдың бізге құйрық майы керек болады. Арнайы осылай серілді түрде тұшытып алған болатын. Тұшыту жолы менің YouTube каналымда бар. Осы видеоның астыңғы бөлігіне қалдыратын боламын, описанияға. Бір шай қасық немесе жарты шай қасық көлемінде жасаңыздар, бірден көп жасамай қойыңыздар. Және де үстінен жарты шай қасық осындай бал қосып, екеуін бірде араластырып, баланың көкірегіне немесе арқа тұсына жақсаңыздар болады. Жүрек тұсына жақпаңыздар, көкірек, мойын тұстарына жағып, жаңағыдай массаж жасай отырып жақсаңыздар, қақырығын жібітуге, жөтелін қайтаруға көмектеседі. Тіпті осындай жақпамай әсел қоспасаңыздар да, яғни бал қоспай жасасаңыздар да, тек майдың өзін жақсаңыздар да жақсы эффект береді. Келесі, бұл жерде 4-ші әдіс, жаңағыдай үй жағдайында сироп дайындайтын боламыз. Бұрынғы ата-бабаларымыз дәл осылай сироп жасап жөтелді қайтарған болатын. Ол үшін бізге осындай 2 орташалау пияз қажет болады. Видеодағыдай ұсақтап турап аламыз және де бөлек ыдысымызға салып аламыз. Егер блендер болса, блендердің көмегімен өте майда етіп ұсақтап алсаңыздар болады. Енді үстіне таза балдан 2 шай қасық қостым. Егер бал жоқ болса, құмшекер, яғни қант қоссаңыздар болады. Осы пияздың құрамында фитонцид деген бөлінеді, яғни ол ащы болғандықтан балалар ішпей қояды. Сондықтан осылай бал немесе шекер қосып, жаңағыдай араластырып қойыңыздар. Егер блендермен істейтін болсаңыздар, ситадан өткізіп алуларыңыз қажет болады. Бетін жауып 8 сағатқа немесе 1 түнге қалдырасыздар. Содан кейін осы өзінен сироп бөлінетін болады, яғни суы бөлінеді. Дәл осындай табиғи түрде суын күніне 3 реттен 3-4 күн беретін болсаңыздар, балаларыңыздың жөтелін қайтаруға көмектеседі. Жарты шай қасықтан берсеңіздер, балаларыңызға жеткілікті. Міне дәл осылай 2 күннен кейін, 3 күннен кейін осы сироп таусылғанда қайтадан жасап беруге болады. Беру ұзақтығы 5 күн. 5 күннен артық бермеңіздер. 3 күн немесе 5 күн берсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, комментарийге пайдалы деп жаза кетіңіз және де осы видеоны поделиться деген бөлім тұр астыңғы жақта WhatsApp желісіне, чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.